Қалай ойлайсыз, бизнес бастау үшін, бастық болу үшін қанша жаста болу керек адам? Ол өзінің санасына байланысты. Любой жаста бола береді. 20 жастағылар да бастық болады, 50 жастағылар да бастық болады. Ол жастың ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын оған. А ненің қатысы бар деп ойлайсыз? Не маңызды деп ойлайсыз? Сол ақыл ойы, жалпы ми істейтін адамдар болады ғой. Башка сондай болса болды ғой. Башкаты болса болды ғой. Жасқа қарамайды негізі. Біз қарамайды. Кәмелет жас болса болды. Бизнес деген ол өзі халыққа көмектесу ғой. И сол көмек үшін ақша төленеді. Яғни сол бизнес болады. Ол негізі жасқа қарамайды, ол любой кез келген жаста істей берсе болады ол негізі. Да вообще любой возраст, по-моему, сойдет. Любой возраст, Любой возраст. Да хоть 14. 14-15. От 20 и больше. Почему? Так кажется мне. У меня есть знакомый, который с 14 лет начал все делать. Да. Свой бизнес. Да. Сен кішкентайсың, жасың келмейді деп жатыр. Бұл қалай дұрыс деп ойлайсыз? Жоқ, болады ондай. Оны қалай айтады, орысша айтады ғой, исключение. В виде исключения олай жасауға болады, бірақ та в любом случае тәжірибесі болу керек. Тәжірибе маңыздырақ дейсіз ғой жасқа қарағанда. Өте маңызды. Мектеп кезінен бастап соның тәжірибе жинап Сен жүрген болса. мысалы жұмысты может істей аласың, бірақ та адамдармен Тапсам. не сможешь руководить адамдармен. Қай кезде отбасы құрған дұрыс деп ойлайсыздар? 20-дан асқаннан кейін. Неге? Отбасын құру үшін саналы түрде. Жоқ. Адам өзі саналы түрде қашан дайынмын деп ойлайды, сол кезде құру керек. Қалай ойлайсыз, 20-дағы адамды саналы түрде дайынмын деп айта аласыз? Кейбіреулері саналы болады, кейбіреулері әлі бала сияқты сол. 20-25 жас. Неге? Көріп отырмын да, жас кетіп жатыр, кәрі кетіп жатыр. Орта жасында. Қимайсың ба? Қимайсың ба? Қалай ол, яғни жас кетіп отырған болса, оның несі жаман? Жас кетіп жатыр да, енді тағдырды ерте көреді. Мысалы, оның отбасы қандай, білмейсің ғой. Оның жағдайы нормально ма, или там ұра ма, соға ма белгісіз. Сол үшін ерте үйленбеу керек деп. Қалай ойлайсың, жасқа байланысты ма, жоқ адам сана сезіміне байланысты? Адамға да байланысты, жасқа да байланысты. Жасқа байланысты емес, адам өзінің сана сезіміне байланысты десе, адам мен отбасы қалаймын, мен отбасы құрғым келеді, балалар қызығын көргім келеді, маған уже қыдыру қызық емес дейтін болса, онда болады ол сол кезде. Мен мысалы жасым 17-те, мысалға мен уже қазір отбасы құруға дайынмын, бірақ көптеген критериялары бар, мен студентпін, менде жұмыс жоқ, менде андай жоқ деген сияқты ол сондай критериялар бар. 25? 24. Неге? Я не знаю. По идее, ну, смотря так. кто как. ВК. От человека зависит или вот цифра? Больше от человека. От человека. Как? Больше от него зависит. Расына, қай кезде отбасы құрған дұрыс деп ойлайсыз? Отбасы құруға дайын кезде отбасы құрған дұрыс. Былай, ой, мен жасым келді, мен үйленуім керек, или мен тұрмысқа шығуым керек демей, просто болады ғой, өз адамын кездестіреді, сол кезде отбасын құрған дұрыс деп ойлаймын. Жас маңызды емес дейсіз? Жас маңызды емес оған, ешқандай да. 50 жаста болсын, 60 жаста да адамдар өз теңін тауып жатады ғой. Қанша жаста болса да бақытты болуға бәрі қуат берсін. 25-тен кейін. Ол да кішкене енді 25-ке дейін сен аяғыңа тұрмасаң, үйленіп алсаң, кішкене қиын болады да, бірақ та басында ғана. Ал 25-тен кейін уже кішкене оңайрақ болады. Қалай ойлайсыз, бұл жасқа байланысты ма, жоқ банандай тәжірибеге, жауапкершілікке? Тоже адамға байланыстырасыз. Адамға байланысты. Егер адам өзі саналы болса? Кейбір адамдар болады, 25-те уже өзін үлкен санайды. Ол ғана санамайды, басқаларда оны үлкен де санайды. Объективно. Ал қанша жастан бастап адам ересек, үлкен адам деп айтуға болады? 16, 18. Ну, более-менее тогда уже как бы повзрослее, ну, поумнее будет, чем мы сейчас. Типа удостоверение получил? Да нет, не из-за этого. Я думаю, он черма примерно раз. Жалко. Ну, пока он сидит на кезере, самое время, типа, гуляет, а потом уже так более серьезный образ жизни. Как думаешь, можно гулять, тоже чувствуя ответственность? Ну, по идее, можно, да, и так, и так. Можно? Да, возможно. А если много гулять? Нет, много, это, в таком возрасте это уже слишком будет. Да? Ну, пока до 18 лет, думаю, нормально. Үлкен мағынасы бар да ересек деген. Ересек
18-17-тен де айтуға болады ересек деп, 25-тен айтуға болады. Не бұл жерде жас цифра маңызды деп Жоқ, ойлайсыз? цифра маңызды емес ересек дегенде. Ол больше не ответственность. 24-25 жастан бастап нормально. Оған дейін білмеймін, подростковый жаста болатын сияқты. Менің ойымша, лично. Жақсы. Ал сізде андай таныстарыңыз, достарыңыз, туыстарыңыз бар ма? Жасы кішкентай болса да өте ересек адам сияқты сөйлейді, ойланады, Иә, бар. бастай алады, жұмыс бастайды. Көп ондай. Ал керісінше үлкен қырыққа келді, бірақ баланың сыншы істейді деген Иә, сияқты. бар. ма? Бар. Любой ортада бар. Ондайлар бар дейсіз. Любой ортада бар. 15-16 жастан бастап уже ересекпін деп санасам болады өзі. Неге? Ересектер. Заң бойынша ма? Заң бойынша емес. Вообще адамның өзінің ойы ғой, сондай. Көп адамда сондайлар. Ерте жастан жұмыс жасайды деген сияқты. Жақсы. Ал қалай ойлайсың, бұл цифраға байланысты ма? Типа 16 деп удостоверениедағы жоқ. Адам өзіне байланысты. Адам өзіне байланысты. Өзімді ересек деп айта алмаймын, себебі менің әлі үйренетіндерім көп, білмейтін заттарым да көп. Негізі ересек пен баланың айырмашылығы жаңағы сода ғой негізі. Жауапкершілікте және де Енді кішкентай балада ол саналы, ол ересек деп айта алмаймыз. Енді по-любому как бы 16-17 жастан жоғары болу керек. И саналы адам болса, ол ақылына, өзінің санасына байланысты деп ойлаймын. Өйткені тіпті даже 40-тан асқан адамдарда да как бы кішкентай бала сияқты қылық көрсетеді ғой. Ол енді әркім өзінің санасына байланысты шығар. Жақсы. Сен кішкентайсың ғой деген сөзді жиі естисің ба? Иә. Неге? Білмеймін, көп адам сөйтеді. Ренжітемін сен? Ренжітеді, но мен ренжімеймін. Шектеу яғни. маған наоборот керісінше сен қызықсызсың или сен ересексің деп айтатын комментарияларды көп естимін, жиі естимін. Бауырларыңыздан, інілеріңіз, қарындастарыңыздан инстаграмды түсіндіріп жіберші деп сұрайсыз, немесе мына жер түсінбей жатыр, не істеп жатыр мыналар деген сияқты, мына сленг түсінбей жатырмын деген сияқты. Болады ондай нәрсе, иә. Әлеуметтік желі туралы сұрақтар болады. Иә. Өзіме кішкентайларға қоямын, мен кейбір кезде не істеймін деп. Қою, осындай сұрақтар қою ұят деп ойлайсыз ба? Жоқ, ұят емес. Білген нәрсені, білмейтін нәрсені сұрау керек қой. Сіздерде мынандай болды ма? Кішкентай балалар өздерінше болып қоспа, сен үлкенсің, сен түсінбейсің деген сияқты. Бізде ма? Иә, сіздерде. Менде ондай болған Инстаграм жоқ. түсінбейсің, маған Нет. болған жоқ па? Жоқ. Біз әлі ондай үлкен жаста емес сияқтымыз. Сіздер солай жасадыңыздар ма? Үлкен кісілерге инстаграм сұрап жатса, маған тұра тұршы, маған болмашы деген сияқты. Нет, я всегда стараюсь как-нибудь көрсетіп, түсіндіріп. Менің мысалы мамам, екінші мама менем, тоже телефоннан бір нәрсе сұраса, тоже стараюсь. Мне осылай үйреніп алыңыз деп көрсетіп, енді ол кісілердің заманында ондай болған жоқ. Біздің заманда біз как бы уже өсіп келе жатып әр нәрсені игеріп алдық та. Сендер үлкендерге тиісесіңдер ме? Инстаграм сұрап жатса, қалай істейтінін балам деген сияқты айтса. Қалай тиісіп? Тиісеміз. Тиісесіңдер ме? Там Меня мама спрашивает каждый раз. Өзінше болмайсыңдар. Зачем? Шеттету қызметін өсірмеу, еркіндік бермеу туралы не ойлайсың? Қарсы ойлаймын, дұрыс емес деп ойлаймын, себебі жастарды шектету арқылы біз олардың армандаған армандарын өзіміз былай қарсы тұрып барьер қойып тастаймыз. Яғни ол бала келесі жолы уже армандайтын кезде ол алдын ала ойланады, мені шектету мүмкін, болмаса менде біртүрлі сезеді, менде шықпайды ондай, мен тек ағамның айтқанын, болмаса әкемнің айтқанын тыңдап жүруім керек деген сияқты. 20 жастағы адам не істеу керек деп ойлайсыз? Не істеп үлгеру керек деп ойлайсыз? 20 жастағы адам, ол әркім өзі біледі ғой. Біреулер ол уақытта оқып жатады, только біреулер жұмыс істеп жатады. Бірақ болашағын ойлап бастау керек қой уже сол уақытта. Мен ертең кім болып жұмыс істеймін, не істеймін деген сияқты.